Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін математика сабағынан 68-ші сабақ 2 айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық есепті шығарамыз, талдаймыз, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Бірдей шамалар арасындағы сәйкестікті айқында, сонда сен Қазақстанда ірі астық және бұршақ тұқымдас дақылдарды өндірушілер қайда орналасқанын білетін боласың. Бірінші тапсырма. 70 гектар берілген, оны метр квадратқа айналдырамыз. Сонда 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар, сонда 70 гектарда 700.000 метр квадрат бар. Бұны төмендегімен салыстырамыз. Манкент 1, Түркістан облысы Манкент ауылында орналасқан екен. Келесі 700 сантиметр квадратты дециметр квадратқа айналдырамыз. Сонда 7 болады. Арыстан өндіру кешені Қостанай облысы Сарыкөл кентінде орналасқан. 7 километр квадрат 7 миллион метр квадратқа тең. Ряжское кәсіпорны Қостанай облысы Ұзынкөл ауылында орналасыпты. Келесі 70.000 сантиметр квадратымыз 7 метр квадратқа тең. Карл Маркс атындағы кәсіпорын Қостанай облысы Озерное ауылында орналасқан екен. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Есепті оқы, есепті шығару жоспарына қара, оны шығар. Аймақта тігін фабрикасы бар. Балалар осы фабрикаға саяхат жасады. Олар шалбар мен кофтаның әрқайсысына бірдей мөлшерде мата жұмсалатынын білді. Сол күні 8 шалбар, 5 кофта тігілді. Кофтаға қарағанда шалбарға 6 метр артық мата жұмсалған болса, онда тігілген барлық шалбар мен кофтаның әрқайсысына қанша метр мата кетті? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Есепті шығарамыз. 8-ден 5 азайтамыз. 3 болады. Екеуіне бірдей мата кеткен. Демек 3 данаға бізге 6 метр мата кеткен. 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 метр. Демек, бір киімге 2 метр мата жұмсалды деген сөз. Енді 8-ді 2-ге көбейтеміз. 16 метр, 5-ді 2-ге көбейтеміз. 10 метр. Есептің жауабы 8 шалбарға 16 метр, 5 кофтаға 10 метр мата жұмсалған. Есеп шықты. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Түркістан облысында мақта мата комбинаты бар. Онда жібек, мақта, тоқыма және басқа да маталар шығарылады. Тігінші бірдей бағада 3 метр жібек пен 5 метр тоқыма мата сатып алды. Жібек матаға қарағанда тоқыма матаға 1200 теңге артық төлеген болса, жібек және тоқыма маталарының әрқайсысына қанша теңге төлеген? Есептің шартын құрып аламыз. Енді есепті шығарайық. 5-тен 3 метрді азайтамыз, сонда 2 метр мата қалады. Демек 2 метр матаға 1200 теңге төлеген. 1200-ді 2-ге бөлеміз, сонда 600 теңге. Демек 1 метр матаның бағасы 600 теңге тұрады. 3-ті 600-ға көбейтеміз, 1800. 5-ті 600-ге көбейтеміз, 3000 теңге. Яғни есептің жауабы 3 метр жібек мата үшін 1800 теңге, 5 метр тоқыма мата үшін 3000 теңге төленді. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Кестедегі мәліметтерді қолдана отырып, есептің шартын құрып алайық өзіміз. Жатын бөлменің ұзындығы 5 метр, қонақ бөлменің ұзындығы 7 метр. Ал бөлмелердің ені бірдей. Жатын бөлменің ауданы қонақ бөлменің ауданына қарағанда 8 метр квадратқа кем болса, онда әр бөлменің ауданы нешеге тең болады? Есеп құрастырдық, енді есепті шығарайық. 7-ден 5-ті азайтамыз, 2 метр. 8 метр квадратты 2 метрге бөлеміз, сонда 4 метр қалады. Демек, бөлмелердің ені бізде 4 метрге тең. Енді 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20 метр квадрат. Бұл жатын бөлменің ауданы. 7-ні 4-ке көбейтеміз, 28 метр квадрат. Бұл қонақ бөлменің ауданы екен. Есептің жауабы жатын бөлменің ауданы 20 метр квадрат, қонақ бөлменің ауданы 28 метр квадрат. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Дүкенде бірдей бағада қарындаш пен қалам сатылды. Қарындаш үшін дүкенге 1680 теңге, қалам үшін 910 теңге төленді.
Қарындашқа қарағанда 11 дана қалам кем сатылған болса, онда неше қалам және неше қарындаш сатылған? Есептің шартын жазып аламыз, есепті шығарайық. 1680-нен 910-ды аламыз. 770 теңге қалады. Бұл 11 дана үшін төленген ақша. Енді 770-ті 11-ге бөлеміз. 70 теңге. Демек, бір заттың бағасы 70 теңге тұрады. 1680-ді 70-ге бөлеміз. 24 дана. Бұл тапқанымыз қарындаштың саны. 910-ды 70-ге бөлеміз. 13 дана. Бұл қаламның саны. Демек, есептің жауабы 24 қарындаш және 13 қалам сатылған екен. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Бірдей тауарлардың массасы мен құнын салыстыр. Ойлан, А немесе Б бөлімінің тауарларының қайсысын алған тиімдірек? Оны табу үшін төменде А және Б бөлігіндегі азық-түліктердің массасын теңестіріп аламыз. Кейін бағаларының қосындысын тауып, қайсысы тиімдірек екенін анықтаймыз. Есепті кесте құру арқылы шығарайық. Бірінші шырын, тауарлар, шырын, қытырлақ картоп, йогурт және шай. А бөлімі, Б бөлімі деп жазып аламыз. Енді шырынға қарайық. 100 граммы 50 теңге тұрады. Б бөлімінде 50 грамм шырын 40 теңге тұрады. Екеуінің қайсысы тиімдірек екенін білу үшін Б бөлімінде де шырынның 100 граммы қанша теңге тұратынын анықтаймыз. Сонда 100 граммды үшін 80 теңге төлейді екен. Келесі қытырлақ картоп. 60 граммы 80 теңге тұрады. Ал Б бөлімінде 30 грамм қытырлақ картоп 45 теңге тұрады. Оны 60 граммға теңестіріп аламыз. Сонда оны 2-ге көбейтеміз, 45-ті 2-ге көбейтсек 90 теңге тұрады. Йогурт 125 грамм 45 теңге тұрады. Ал Б бөлімінде 250 граммы 85 теңге тұрады. А бөліміндегі 125-ті 250 грамм етіп көбейтіп аламыз, сонда 90 теңге тұрады екен. Келесі шай 50 граммы 75 теңге тұрады. Ал Б бөлімінде 100 граммы 120 теңге тұрады. Демек, мынаны да 100 граммға теңестіріп аламыз, сонда ол 150 теңгеге шығады екен. Енді қараймыз. А бөлімінде 100 грамм, 50 грамм, 250 грамм, 100 грамм барлық граммдардың қосындысы 510 граммды береді. Ал оның құны, яғни шырынның бағасы, қытырлақ картоптың бағасы, йогурт, шайдың бағаларының қосындысы 370 теңге тұрады екен. Б бөліміне қарайық. Дәл солай массаларын қосамыз 510 грамм, екеуінде де тең. Енді дәл солай шырынның, қытырлақ картоптың, йогурт және шайдың бағасын қоссақ 375 теңге шықты. Екеуін салыстырамыз, 370 пен 375-ті, сонда А бөлімінде арзанырақ. Есептің жауабы А бөлімінің тауарларын алған тиімдірек болады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. 7-ші тапсырма. 2, 6, 0, 3 цифрларынан тұратын және төмендегі шарттарға сәйкес 2 таңбалы және 3 таңбалы неше сан жазуға болатынын тап. Бұл есепте бізде цифрлар, яғни сандар қайталанбауы тиіс. Ондықтары 3-тен артық немесе 3-ке тең сандардан бастаймыз. 2 таңбалы санымыз 30, 36, 32, 63, 60, 62 сандарын жазаламыз. 3 таңбалы сандар 630, 632, 230, 236, 360, 362, 260 және 263 сандары. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Соңғы үй тапсырмасы қалды. Бөшкені суға толтыру үшін әкесі 7 шелек, ал ұлы дәл сондай 5 шелек су әкелді. Егер әкесі 16 литр су артық әкелген болса, онда әкесі мен ұлының әрқайсысы неше литр су әкелген? Есептің шартын жазып аламыз. Кейін есепті шығарайық. 7-ден 5-ті азайтамыз. 2, демек 2 шелекке 16 литр кеткен екен. 16-ны 2-ге бөлеміз 8 литр. Бұл бір шелектегі судың мөлшері. Енді 7-ні 8-ге көбейтеміз 56 литр. 5-ті 8-ге көбейтеміз 40 литр.
Әкесі 56 литр су, ұлы 40 литр су әкелген екен. Есебіміз шықты. Балалар, барлық 8 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Және осы видеоны өз достарыңызға жіберіңіздер. Сау болыңдар балалар.